Тағажуд намазында бүкіл дұғалар қабыл болатын уақыт. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: Алла тағала түннің ең үштен бір бөлігінде пендесін күтеді дейді. Мұқтаждар бар ма? Мұқтаждығын өтеп берейін. Дертіне шифа тілеушілер бар ма? Дертіне шифа берейін. Дұға тілеушілер бар ма? Сұрағанын берейін деп айтады екен. Сондықтан да осы уақытта Алла тағаладан бүкіл мұқтаждығыңды сұрап алыңыз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл тахаджуд намазын мүлдем тастамаған, үнемі оқып жүрген. Және де хадисінде айтқан: парыз намаздардан кейінгі ең абзал намаз ол тахаджуд намазы дейді. Тахаджуд намазының уақыты құптан намазынан кейін кіріп, таң намазына дейін жалғасады. Осы уақыттарда бір ұйықтап тұрып оқи берсеңіз болады. Дертіңізге шифа сұрайсыз ба? Алла тағаладан қандай да бір ризық сұрайсыз ба? Сұраңыз. Өйткені хадисте айтқан: Алла тағаладан аяқ киімнің бауы болса да сұраңдар деген. Кез келген нәрсеңізді Алла тағаладан осы тахаджуд намазында сұрасаңыздар болады.